Криштиану Роналду Катарда өтіп жатқан әлем чемпионатымен қош айтысты. 5 рет алтын доп алып, әлемнің үздік ойыншысы атанған футболшы үшін бұл соңғы әлем чемпионаты. Төгілген көз жас, бүгін ертең бітпейтін мұң және орындалмайтын арман. Ойындардың жартысын қосалқы құрамнан көріп, командасына көмек бере алмаған Роналду үшін обал. Португалия Мароккодан есе жіберіп 0-1 есебімен жеңіліс тапты. Кім ойлады? Бүкіл әлем футболдағы күштері мен деңгейлерін салыстыра отырғанда Португалияны оңай жеңіске жетеді деп ойлады. Әсіресе 1-8 финалдық кезеңде Швейцарияны 6-1 етіп ұтқан соң ешкімде күмән болмады. Бірақ африкалықтар барлығының болжамын көкке ұшырып, әлем чемпионатының жартылай финалына шығып жатқан Африканың тарихындағы жалғыз құрама болып атанды. Жеңістен кейін бастарын сәждеге апарып, мұсылман халқы шүкіршілігін білдірді. Ал енді матч қалай өтті? Қандай қызықтар болды? Роналду жеңілген соң не айтты? Гол не үшін салынды және не үшін салынбай кетті? Осыған өздігімізден біраз анализ жасап ой қорытайық. Қазақша контентке қолдау білдіріп, маған шабыт беру үшін желаяқтай арнасына тіркеле кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Көптен күткен ширек финалдағы ең қызықты ойындардың бірі ол осы Португалия мен Марокко арасындағы ойын. Футбол жанкүйерлерінің арманы Месси мен Роналду финалдық кезеңде кездесіп, мықтысын анықтауда еді. Тіпті Аргентина мен Португалия жанкүйерлері болмаса да осындай ойлар көпшілікте болды. Бірі Аргентинаны жеңістерге сүйреп, жетелеп жүрсе, ал бірі Португалия сапында күндерін тек сол қосалқы құрамда өткізіп жүрді. Бұл екі аңыз ойыншы үшін әлем чемпионаты екі түрлі басталып, екі түрлі аяқталайын деп жатыр. Месси әр матч сайын Аргентинаға шабыт беріп, гол мен ассист жасап жатса, Роналду болса тек көзімен голдардың салынып жатқанын көріп жатты. Мароккодан жеңілгеннен кейін Роналду стадионда әріптестері секілді қалмай, бірден ішке қарай кіріп кетті. Жанкүйерлеріне рахметін айтып, қарсылас командамен амандасатындай көңіл күйі болмағанын сол ішке кірер жолда-ақ байқадық. Көз жасын тоқтата алмай кетті. Тіпті одан кейін әлеуметтік желілерде үнсіздігін қосты. Тек бір күннен кейін ол үнсіздігін бұзып, өкініш сөздер мен іштегі ойларын айтты. Сөздерді видео соңында аударып айтып береміз. Ал қазір матчқа көшейік. Марокко, Бельгия, Испания, Португалияны да ұтатындай соншалықты жақсы ойнайды ма? Ойын сапасы жағына бұл үш командадан да нашар ойнайды. Бірақ тактика жағынан үшеуінен де басым тұр. Футболда финттің түбін түсіретін болсаң да, нақты бір тактикаң болмаса, сен ешкім емессің. Бапкердің әдемілеп қойып берген тактикасына ойыншылар толықтай сеніп, айтқандарын 100% орындап жатыр. Нәтижесінде тарихта болмаған жетістіктер. 47 жасар Марокко бапкері Валид Реграгидің айтуы бойынша, олар Атлетико Мадридтің бапкері Диего Симеоненің тактикасымен ойнадық дейді. Яғни қарсыластың жолына қойылған бірнеше автобус. Не өзі ойнамайды, не қарсыласқа ойнатпайды. Сәті түскен кезде қарымта шабуылдар. Топтық кезеңнен бері санағанда Марокко 5 ойын ішінде тек бір ғана гол салдырып алды. Оның өзі Канадамен ойнаған кезде автогол. Ал қалған азулымыз деген еуропалық командалар қайраған тістерінің жүздері өтпей қалды. Шыны керек, дәл осы тактикасы жемісін беріп жатыр. Бапкердің түрі Гвардиолаға ұқсайды, ал ойыны Симеонеге. Егерде Португалия мен Испанияға ашық ойнайтын болса, мұндай тарихи жеңістерді көрмеуіміз мүмкін еді. Мысал ретінде сол ашық шабуыл арқылы ойнаймыз деген Швейцария құрамасы. Аяусыз 6 гол салдырып алды. Негізі Марокконың да мықты ойыншылары бар, ашық түрде ойын көрсетуге болатындай. Бірақ Фернандеш, Феликс, Роналдо, Ляо, Канцело секілді дара таланттар тұрған кезде ол өте қауіпті. Тактика жарап тұрса, неге қолданбасқа? Диего Симеоненің де Атлетико Мадридпен қойылған осы тактикасы Испанияда 2 чемпиондық, Чемпиондар лигасында 2 финал, Еуропа лигасында да 2 чемпиондықты сыйлай білді. Алайда бұл тактика Францияға қарсы жұмысын жақсы жасайды ма деген сұрақ бар. Франция ол Испания секілді пас үшін пастар бермейді. Португалия секілді құбылмалы тактика ұстанбайды. Оларда осы Марокко секілді автобус болып та, қарымта шабуылмен де, допты толық иеленіп те ойнай береді. Кейбір ойыншылар жоғарыда айтылған құрамаларының ойыншыларынан да асып тұр. Флеш киносын көріп отырған Мбаппе мен телефон операторлығында бағыт беріп жатқан Гризманнан сескену керек. Бірақ мароккалық бапкер осы жолда жақсы ойын қоя білсе, кім біледі? Финалдық кезеңде де көріп қалуымыз әбден мүмкін. Матч басталды. Роналду қосалқы құрамда. Ең алғаш қауіпті сәт 4-ші минутта айбалаңына тасталған пастан болды. Пасты Феликс басымен бірден соққы етті, алайда қақпашы өз орнында.
6 минутта Юсеф Эн-Несери бұрыштамадан келген пасты аспанға соққылады. Негізі аздап бойы жетпей қалды, бірақ 1 метр ары тұрғанда көкірегіне түсірі тебетіндей де мүмкіндігі болғанын байқаймыз. Себебі қарсылас командада оны ешкім жауап үлгермепті. 31 минутта қауіпті соққы жасаған қайтадан сол Феликс. Марокко қорғаушыларының сәтсіз допты шығаруынан доп бірден Феликстің аяғына келеді. Ал португалдық еш ойланбастан арғы бұрышқа аяғының сыртымен шиіріп тебеді. Доп қорғаушыға тиіп бағытын солға қарай жібергенімен қақпадан сәл жоғары ұшады. Егерде төмен ұшқанда қақпашы 100% ұстай алмайтын еді. Себебі ол оңға қарай тебілген соққыға ұмтылған. Тайқып тиген соққы қақпашының жауы. Ойындағы алғашқы және соңғы голды 42 минутта сол Юсеф Эн-Несери соға білді. Яхия Аллахтан сол қапталдан келген әулеткен пасына Эн-Несери барынша секіріп қорғаушыларға да қақпашыға да жеткізбей басымен соғуға қайта мүмкіндік алып әдемі етіп гол салды. Мына секірісі қазір қосалқы құрамда отырған бір кісінің секірісіне ұқсап кетті. Голға деген оның да реакциясын көруге болады. Ал енді бұл жерде қандай қателіктер болды және қалай бұл голды болдырмауға болар еді? Мен енді Португалияның бапкері емеспін, бірақ айтарым бар. Маған мына Португалияның қақпашысы Диего Кошта мүлде ұнамайды. Ганамен ойында өзінің аңқалығымен интернетте мемге айналатындай гол салдыра ала жаздады. Ал басқа кезде көп түсініксіз қателіктерге бой алып жатыр. Дәл осы кезде де мен осы қақпашыны толық болмаса да аздай болсын кінәлап отырмын. Неге сенімді қақпашыға айналған Руи Патрисиуді шығармайды? Осы уақытқа дейін өзін тас қамал ретінде көрсетіп келген Патрисиудің бойы 190 және ол Коштадан 10 сантиметрге ұзын дегенді санамасақ та, жасы ондай кәрі емес қой, небәрі 34 жаста. Бұлай айтатын болсақ, Буфон бұл жаста екінші жас шағын өткізіп жүрді. Жоғардан келген допты қақпашының ұстаймын деген ойы жақсы, бірақ дәл алдында ірі денесімен жүгіріп келе жатқан шабуылшыны мүлде байқамады. Допқа қарай кеш шықты, одан бөлек қатты секіріп те үлгермеді. Қақпашы түгілі шабуылшыны Рубен Диаш та көрген жоқ. Біреулер Ван Дейктен де мықты деп жататын еді. Менің жеке көзқарасым бойынша Ван Дейк Диашқа қарағанда сабақтарға толық қатысып жүрген оқушы секілді. Емтихан кезінде қарапайым сұрақтарға қиналмай жауап беретін. Осы кезде қақпашы шықпай Рубен Диашқа сенім артып өз орнында қалса қалай болар? Ұстауға мүмкіндігі пайда болар еді. Басымен соққысы ондай ұсталмайтындай емес. Кішкене реакциясын дұрыс пайдаланса, доп алақанында тұрар. Бірақ қақпашының ондай қауіпті сәтте секіріп ұстап алатын мүмкіндігін орнымда қалып ұстап алам дегеніне бәстігі өте қауіпті. Себебі соққы қалай боларын ешкім білмейді. Орнында қалып допты жіберіп алса, тағы да сол қақпашының кінәсі. Секіріп ұсталмай қалса да сол қақпашының кінәсі. Қай жағынан қарасақ та жағдай қиын. Ал гол әдемі. Сол үшін біреуді 100% кінәлі деп айту бұл ақымақтық. 45 минутта енді Бруно Фернандеште де әдемі мүмкіндік болды. Пас берді ме, соққы болды ма деп қарап қалып едік, соңында қақпа маңдайшасына тиіп, доп бері қарай ұшып кетті. Сөйтсе соққы екен. Мына бір соққысы голға айналғанда біраз халық аузында жүрер еді. Айналмаған соң мен сияқтылар осындай кезде бір еске алып ұмытылып кетеді. Сәл төмен болған кезде қақпашы ұстай алмайтын еді. Тым жойқын және траекториясы да ұстала қоймайтындай ұшты. Бірінші таймның қосымша қосылған екінші минутында қарымта шабуыл кезінде Азидин Оунахидан сол қапталға әдемі пас алған Яхия Аллах ұят болатындай соққы жасады. Тым қисық. 49 минутта мароккалықтар гол салуға тағы да үлкен мүмкіндік алды. Айып алаңына әуелеткен пасты 18 нөмірлі Джават Ямик Роналдудың шашымен соққы жасап саналмаған гол секілді шашымен допты сипап өтті. Өте қауіпті. Португалияның қақпашысы бұл кезде жарады. 51 минутта бапкер ойын жүрмей кеткен кезде алаңға Кракенді шығарыңдар деп Криштиану Роналдуды шығарады. Бірақ бұл уақытта мароккалықтар автобустарын оталдырып бірнеше қабырға қойып қойған еді. Байқадыңыздар ма? Марокко құрамасы бастапқы минуттарда өте сапалы ойнады. Ешқандай қақпа маңында тұрып алып қорғану деген жоқ. Португалияның прессингіне де жоғары деңгейдегі командалар секілді оп-оңай қорықпастан шығып жүрді. Мынаны қараңыздаршы, не деген пастар. Қорқыныш мүлде жоқ. Қорғаныстан өте сауатты шығуда. Ойынның басын құрама ашық ойнады. Ал гол салғаннан кейін толықтай жатып алды. Кейде осы қорғаныстан шығу амалының бейнесін Аякстың Чемпиондар Лигасында жартылай финалға шыққандағы ойын үлгісіне ұқсаттым. Ол әсіресе осы Хаким Зиешке өте таныс. 55 минутта гол болмаса да әдемі мүмкіндікті өздері жіберіп алды. Дәлірек айтқанда Далот. Ашық тұрған Роналдуға пас бермей қақпашының қолына берді. Жалпы кез келген ойыншы, әсіресе оң қапталдың қорғаушысы алаңды алақанындай көру керек қой. Роналдо бір өзі ашық тұр. Бірақ ол жабық тұрған Рамошқа немесе Феликске пас бергісі келді. Сәтсіз пасын айтып тұрғаным жоқ.
сәтсіз таңдауды айтып тұрмын. Негізі мынау ұнамайды, анау ұнамайды деп шаршатқан шығармын, бірақ кейде осы Далоттың да ойына аса ұнай бермейді. Кейде алдаймын деп дриблингі жетпей қалады, кейде озам деп жылдамдығы жетпей қалады. Кейде пас берем деп дәлдігі нашар болады. Бұл кезде Роналду бір өкініп қалды. 58 минутта Отавиньо құлап бара жатып Рамушқа пасты беріп үлгерді. Ал Рамуш секіріп қақпаның жанына басымен соққы жасайды. Өте қауіпті шабуыл. Бірақ Рамуштың қисық соққысы бұл шабуылды голға емес, жай статистикадағы +1 соққылар санына көтерді. 64 минутта сол қапталдан Бруно Фернандештің әдемі соққысы қақпаның үстінен кетті. Жойқын соққы, бірақ дәл емес. Фернандештің ойынның соңына қарай соққылар да, пастар да, тіпті пасты қабылдап алатын жылдамдығы да жоғалып кетті. Оны тек жанкүйерлер емес, бапкер де байқады. Бірақ Фернандештің әлі пайдасы болады деп ойынның аяғына дейін шығармады. Ақыр соңы жақсы мүмкіндіктерді пайдалана алмай командасы жеңілді. Кейде Сантуш, бапкер бұл жерде мен, сенің ойының нашар болып жатыр деп батыл шешімдерге бару керек деп ойлаймын. 2018-дегі финалды білесіздер ме? Франция мен Хорватия арасында болған. Сол кезде алаңнан үздіктің үздігі болып жатқан N'Golo Kantені бапкер Дешам алып тастап, орнына Нзонзиді шығарады. Неге дейсіздер ғой? Себебі Канте финалда жоғалып кетті. Осы уақытқа дейін жоғары рейтингтерді алып, үздік деген номинациялармен сөрелерін толтырып жатқан еді. Бірақ финалға келген кезде қателіктері көбейіп кетті. Бұл ойыншы мықты ғой. Осы уақытқа дейін мықты болды деп емес, бапкер бірден ауыстырып тастады. Сол шешімі ойынды тағы да әрлей түсті. Орнына шыққан Нзонзи Канте секілді мықты ойнамаса да, бапкер айтқан міндеттерді сауатты орындай білді. Орнына алаңға шықпай қалған шабуылшы Сильва бар еді. Кішкене болсын қақпа маңында тұрып бір амалын жасар. Бәрібірде мароккалықтар алаң ортасында жүрген жоқ, бір ойынды жүргізуге мүмкіндік алатындай. Жарайды, бұл менің тек жеке пікірім. 82-ші минутта қақпа маңында Роналду келген допты Феликске тоқтатып береді. Ал Феликс болса сол аяғымен қақпашының оң жағына тебеді. Қақпашы бұл жерде мысық секілді атылып, допты қақпа бағытынан шығарып жібереді. Не деген сейф болды мынау? Сұмдық. Әйтпесе соққыны нашар болды дей алмаймын. Ойынға қосымша қосылған 8 минуттың 3-ші минутында мароккалық Валид Кедира Феликске қарсы тәртіп бұзып, екінші сары қағаздың кесірінен алаңнан қуылады. Мароккалықтар 10 ойыншымен қалды. Алда әлі 5 минут бар. 10 ойыншымыз бар деп мароккалықтар мұңайған жоқ. Қайта қосылған 8 минуттың 6-шы минутында Закария Абухлиял қақпашымен бірге бір шығып, өте әдемі мүмкіндік алады. Бірақ парашют жасағысы келді ме түсініксіз. Не соққы мынау? Тіпті оң жаққа қарай сытылып кетсең де не қақпашы да, не қорғаушы да үлгере алмай қалады ғой. Тіпті ең болмағанда соққысын жойқын етсе де кіріп қалар еді. Парашют жасаған соң жасай алатындай сенімді болып жасау керек секілді. Мына сәтте Фернандо Торрес болса мүлт жібермейтін еді. Бабында кездері бірге бір шыққан сәттерде парашютты қандай биіктікте болсын жасай беретін шеберлігі бар еді. 7-ші минутында Пепенің де гол салуға мүмкіндігі болды. Алайда доп қисық ұшты. Артынша мароккалық ойыншы Пепенің жылтыр басынан бір сүйіп жіберді. Қызық. Айтпақшы, Пепенің қолын байқадыңыздар ма? Ол осы ойында қолының жарақатымен ойнаған екен. 8 минут 0-0 болып біткен кезде төреші ойынды тоқтатты. Ойын біте салып, біреулер жылады, біреулер қуанды. Екі түрлі эмоцияны стадионнан да байқауға болады. Негізі төреші тағы да бір 20-30 секундтай қосады деп ойладым. Себебі алаңна ойыншы қуылды, арасында доп алаңнан шығып уақыт созылған кездерде болды. Бірақ төреші солай десе, онда солай. Дәл осы кезде ғой Роналду ешкімді күтпей бірден ішке кіріп кеткені. Камералардың барлығы бірден Роналдуды түсіре бастады. Алаңнан шыққанша жыламады. Түріне қарасаңыз әрең шыдап бара жатқанын көресіздер. Ішке кірген сәтте ақыр соңында көз жасын ұстай алмаған ол жастарына ерік берді. Обалай, өзіңнің талантыңмен емес, еңбегіңнің арқасында да шыңға шығуға болатын үлгі еткен аңыз ойыншы ұлттық құрамадағы мансабын осылай аяқтау керек пе? Осы турнирде бірде-бір ойын толық ойнаған жоқ. Ал соңына қарай тіпті бапкер қосалық құрамнан шығармай қойды. Өткен маусымда Манчестер Юнайтедте үздік атанған оны осы маусымда жаңа бапкері Тен Хагты алаңға шығармай мазақ қылғандай соңғы минуттарда шығарып отырды. Ақыр соңы сұхбат беріп шындықты жар салып еді, басшыларға ұнамай клубтан да шығарып жіберді. Барлық кінә кімнен? Барлық кінә Роналдудан деп халық шулай түсті. Клубтың да жеңіліп жатқаны, құраманың да жеңіліп жатқаны, барғына Роналду кінәлі деп ауыр жүктеле берді. Негізі хейтерлер ғана осылай әңгіме айтпаса, басқа адамдар Роналдудың қандай пайдасы бар екен біледі. Гол салуға мүмкін емес деген жерде салып кететін кездерде аз емес. Өзінің шеберлігінің арқасында гол салмаса да, қорғаушылар оны бірнеше болып жауып, алаңда қателік жасап басқаларына бос орын қалдырып жатады.
Бұл Роналду үшін соңғы әлем чемпионаты және бәлкім соңғы Португалия жейдесімен шыққан матч. Жалпы қаншалықты атақты болсаң, соншалықты сені жек көретін адамдар да болады және әрбір іс-қимылың халық назарында жүреді. Бұл атақты болудың ең жаман жақтарының бірі. Қосалқы құрамда отырсың. Барлық сені ойнай алмай қалды, ұрсып қалды, деңгейі түсті деп сөздер айта бастайды. Бірақ сен секілді қосалқы құрамда отырған 10 шақты адамдар отыр. Ішінде жұлдызды ойыншы Кансело да, Ляо да бар. Бірақ барлығы тек сенің отырып қалғаныңды айтады. Алаңда қисық теуіп гол сала алмай қалдың. Барлығы Роналдудың шаруасы бітті. Осында сәтте салмаған соң қою керек қой деп айқайлай түседі. Бірақ дәл сенікіндей тіпті одан да күшті мүмкіндіктерді басқаларды қисық теуіп жатады. Оларды бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үндемейді. Себебі кімге қызық Дауыттың соққы жасап қисық тепкені. Команда нашар ойнап жатса да Роналду кінәлі. Ойнамай жатса да сол Роналду келген кезден бастап осылай болып кетті дейтіндер де көп. Реал Мадридтің соңғы маусымдары, Ювентустегі маусымдар, Манчестер Юнайтедтегі маусымдарда да солай деген бәрі. Бірақ статистиканы қарасаңыз, сандар олай демейді. Голдар да, пастар да жетерлік. Ойынның өзін көрсеңіз де пайдасын берумен әлек. Роналдудың әпшесі Катя Аверо өзінің Instagram парақшасында 41 жас өмірдің гүлденетін шағы деп жазып кетті. Келесі әлем чемпионатында Роналдудың жасы 41-де болады. Ол кезге дейін тіпті клубтық деңгейде ойнайды ма, оны тек Роналду шешеді. Алайда бұрынғы сұхбаттарынан көңіл бөлсек, ол жасқа дейін ойнауы екі талай. Роналдудың әйелі Джорджина Родригестің сөзі: бүгін сенің досың әрі бапкерің қателесті. Ал сол қателескенін түсінген кезде тым кеш болды. Құрамыңдағы ең үздік ойыншыны, ең күшті қаруыңды бағаламауға болмайды. Бүгін біз жеңілмедік, бүгін біз сабақ алдық, деді Джорджиния. Ал тағы да бір Эльма Аверо есімді әпшесі тым қатты сөйледі. Ол адамды өлтірді, ол ұлттық құраманы өлтірді, ол ұлтты өлтірді деп соңында Сантуш кетсін деген хэштегпен сөзін бітірді. Соңғы уақытта Роналдудан сұхбат алып жүрген журналист Пирс Морган да бұл оқиғаға бей-жай қарамады. Марокко жеңіске жетті. Португалия үшін өкінішті жағдай, ал Африка мен мұсылман елдері үшін тамаша сәт. Олар бүгін лайықты әрі керемет болды. Қызық, Португалия қосалқы құрамда ең үздік ойыншыны қашанға дейін ұстайды екен? Роналдудың әлем чемпионатындағы арманының біткенімен көз жасын көру өкінішті, деді ол. Ал Португалия бапкер Фернанду Сантушшы: егер осы жеңілісте ең қатты мойыған кім десеңіздер, ол Роналду және мен. Бұл бапкер мен футболшының жұмысының бір бөлігі. Криштиану ұлы ойыншы. Ол алаңға қай кезде керек болды, сол кезде шықты. Еш нәрсеге өкінбеймін. Еш нәрсені өзгертпесте едім. Команда үшін шешімді жүрегіммен қабылдамаймын мен. Стратегияға сүйенсек, бұл ауыр шешім болды. Бірақ шешімді сол жүрекпен емес, ақылмен жасау керек. Бұл Роналду әлсіз ойыншы болып кетті дегенім емес, деп сөзін бітірді. Ал белгілі Фабрицио Романо есімді футбол журналисті Фернанду Сантуш жақын арада жұмыстан шығарылады дейді. Егер Фабрицио айтса, онда мүмкін деген сөз. Себебі Фабрицио Романо тікелей клубтармен жұмыс жасаған соң айтқандары дәл келеді. Объективті түрде қарасақ, Роналду 1-2 айдан кейін 38 жасқа келеді. Ойыны баяғы 25 жасар баланың ойыны емес. Бұрындары мүмкін емес, тіпті болмайды деген жердің өзіне гол салып кететін. Қазірдің өзінде де ондай мүмкіндіктерді салады, бірақ өте сирек. Ал баяғыда 100% салатын кездерді қазір 50-50. Әрине салыстырмалы түрде басқа шабуылшылардан кем ойнап жатқан жоқ. Бір маусымда 20-дан астам голдар соғып, командасын алға сүйреп жүр. Бірақ барлығы баяғы деңгейін көрген соң Роналду шаршады деп тоқтамай айтуда. Одан бөлек құрамада қазір жастар жақсы өнер көрсетуде. Кеше ғана осы Роналдудың орнына шыққан Рамош шыға салып 3 гол салып үлгерді. Осыдан кейін бәрі Роналду керек емес екен. Рамош деген жас бала орнын басады деп жар салды. Алайда Рамош әлі піспеген жеміс секілді. Мароккомен болған ойында көп мүмкіндіктен айырылды. Осы кезде ойлаймын, бапкер жұрттың айтқандарынан қорқып, Роналдуды қайтадан сол қосалқы құрамға отырғызбады ма деп. Матчтан кейін Роналду ұзақ үнсіздікте болды. Бір күннен кейін алғашқы сөзін айтты. Португалиямен бірге әлем чемпионатын ұту менің арманым еді. Әрине, осы уақытқа дейін біршама трофейлер иелендім. Оның ішінде Португалиямен жеткен жеңістерім де бар. Алайда елімді ең биік шыңға шығару бұл менің ең үлкен арманым болды. Мен сол үшін күрестім. Арманым үшін барымды бердім. Соңғы 16 жылда 5 рет әлем чемпионаттарына қатыстым. Миллиондаған португал жанкүйерлермен бірге, ұлы футболшылармен бірге ойнадым. Алаңда соңғы күшіме дейін беретін едім. Арманымнан ешқашан айнымағанмын. Өкінішке қарай кеше арманым үзілді. Менің күрестерімнің барлығы ортақ мақсаттарыммен бірге жүретін. Ешқашан өзімнің әріптестеріме теріс қарамас едім. Қазір басқа еш нәрсе айта алмаймын. Португалияға рахмет, Катарға рахмет. Енді әркім өздігіне жақсы қорытынды шешім шығаратын уақыт келді, деді ол.
Роналду дегенде естіп шаршаған шығарсыздар. Бірақ бүкіл әлем осы кісі туралы айтып жатқан соң, біз де қазбалап өз ойымызды қосып сіздерге айтып отырмыз. Матчтан кейінгі жайттарды айтайық. Матчтың үздігі болып қақпашы Ясин Боно атанды. Шынымен де ұсталмайтындай доптарды ұстап, командасына жеңіс әкелді. Мықты қақпашы екен. Осы қарқынмен баратын болса, турнирдің ең үздік қақпашысынан бөлек ең үздік ойыншы номинациясында алып қалуы мүмкін. Бұл қақпашымен қарсылас бола алатын Хорватияның қақпашысы. Екеуі де мықты өнерлерін паш етуде. Ясин Боно өзінің үздік атанған номинациясынан бас тартып, гол салған Юсеф Эн-Несериге табыстады. Марокко еліне қуаныш. Марокко елінде мереке. Әлемнің ең бай адамы, қазіргі таңда Твиттердің бастығы Илон Маск те Марокконы жеңісімен құттықтады. Матчтан кейін ойыншылар бірден бастарын сәждеге апарды. Мұны көрген құрамамен бірге жұмыс жасайтын жұмысшылар да футболшылармен бірге сәждеде болды. Ал одан кейін олар аналарымен құшақтасып, қуаныштарымен бөлісті. Софиян Буфаль болса, анасымен алаңда билеп, назарын өзіне қаратты. Қандай керемет, әдемі сәттер. Бүкіл Африка қазір Мароккомен бірге қуануда. Жоқ, тек Африка емес, бүкіл мұсылман халқы қазір қуаныш үстінде. Жеке өзім ешкімге жақтаспадым, тек қызықты футбол үшін көрдім. Роналдудың да, Мессидің де жанкүйері емеспін. Тек ойындарын бақылағанды жақсы көрем. Тіпті жанкүйері болсам да, бәрібір пікірімді объективті түрде білдіруге тырысамын. Мен үшін Португалия үшін емес, Роналду үшін өкінішті болды. Ал Марокко құрамасын жартылай финалға өтуімен құттықтаймын. Жарады. Маған қолдау ретінде желаяқтай арнама жазыла кетіңіздер. Қолдауларыңыз үлкен шабыт береді. Қазақша контентті бірге көтерейік. Амандықта жолыққанша сау саламат.